Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге бүгін тауық етінен өте оңай әрі дәмді болып шығатын котлет дайындайтын боламыз. Бізге керекті тауықтың төс еттері. Оны видеодағыдай майдалап жіңішке қылып турап аламыз. Ары қарай бір қызанақ қосамыз. Қызанағымызды видеодағыдай майдалап турап аламыз. Ас көкті де солай қылып турап аламыз. Барлығын бір ыдысымызға салып, дәміне қарай тұз, борщ қосамыз. Тауыққа арналған дәмдеуіш саламыз. Екі жұмыртқа қосамыз. Екі ас қасық майонез қосамыз. Екі ас қасық ұн қосамыз. Міне дайын болды. Ары қарай табамызға кішкене май құйып, екі жағын аунатып, турап аламыз. Міне котлеттеріміз дайын болды, өте дәмді.